Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге клубникалы сметаник дайындап көрсетемін. Алдымен ұнымызды алып, холодильникте жақсылап қатырып қойған сары майымызды осылай ұнға дөңгелетіп отырып үкіштен өткізіп алатын боламыз. Ұн мен майды қолымызбен жақсылап араластырып, крошка жасап алатын боламыз. Қопсытқыш қосамыз. Екі жұмыртқаны алып, ағы мен сарысыны екі бөлекке бөліп алатын боламыз. Ажыратып алған жұмыртқаның сарысына ванилин, су және шекер қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны ұнымызға салып, қамыр илейтін боламыз. Неке қамырымызда дайын, енді начинкасын дайындағанша холодильникте қоя тұрамыз. Клубникаларымызды алып, блендерден өткізіп алатын боламын. Енше бағанағы екі жұмыртқаның ажыратып алған ағыны бір келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламын. Неке осылай масса болады. Бөлек ыдысымызға қаймағымызды, ұнымызды, блендерден өткізіп алған клубниканы және жұмыртқаның ағынан дайын болған массамызды салып, жақсылап араластырамыз. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, формамызға тегістеп жайып шығамыз. Енше дайын болған массамызды салып, алдын ала қыздырылып қойған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Неке достар, сметаникте дайын болды. Өте керемет, күшті болып шықты. Клубникалы сметаникті міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта каналымда сіздермен бір-бірінен әдемі тәттілер мен дәмді тағамдардың рецепттерімен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар достар.